Жоғары Қазақ гуманитарлық колледжіне қош келдіңіздер. Армысыздар. Мен Айткул Вайнара Кайратовна, Жоғары Қазақ гуманитарлық техникалық колледжінің студентімін. Жол қозғалысын ұйымдастыру мамандығы бойынша 2-ші курста оқимын. Құрметті достар, мен сіздерді біздің колледж туралы қысқаша мәлімет берейін. Біздің колледжде 3 ғимарат, 3 бағытта 12 мамандық оқытылады. Сабақтарды жоғары 1-ші және 2-ші санаттарға ие жоғары білікті мұғалімдер жүргізеді. Модераторлар, сарапшылар, зерттеушілер, магистрлер және ғылыми доктор дәрежесіне ие мұғалімдер жұмыс жасайды. Сонымен қатар кез келген адам ортақ тіл таба алатын керемет ұжыммен таныс болады. Неғұрлым жетілдірілген сандық технологиямен жабдықталған кабинеттер бар. Біздің колледжде барлық мамандық түрлеріне арналған жақсы жабдықталған кабинеттер, ғылыми және көркем әдебиет кабинеттері де бар. Сонымен бірге электрондық кітапханаға қол жетімділік, оның көмегімен әлемдік әдебиетке қол жеткізуге болады. Сіз сабақ бергенді ұнатасыз ба? Онда бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту және дене тәрбиесі мен спорт мамандықтары сен үшін. Дәл осы 2021 жылы барлық педагогикалық мамандықтарға гранттар бөлінді. Біздің студенттер көптеген спорттық шараларға белсенді қатысады. Волейбол, футбол, баскетболдан қалалық және облыстық жарыстарға қатысып, медальдар, грамоталар мен спорттық сертификаттарды алады. Егер сіз көлік жүргізгіңіз келсе, автокөлікті өзіңіз жөндеуге немесе жол полициясында жұмыс істеуге үйренгіңіз келсе, онда жол қозғалысын ұйымдастыру, электромеханик, техник механик мамандықтарына түсіңіз. Сізге қабылдау емтихандарын тапсырмай, тек қана құжаттарды алып, колледждің қабылдау бөліміне тапсыру қажет. Егер сіз ақша саналанды ұнатсаңыз, банкте жұмыс жасап, бірсі бухгалтерлік бағдарламасын біліп, қаржылық жағынан білгіңіз келсе, онда есеп және аудит мамандығын таңдаңыз. Егер сіз бағдарламалауға және кодтауға қызығушылық танытсаңыз, веб-сайттарды құруды үйренгіңіз келсе, онда бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығына түсіңіз. Сонымен қатар бағдарламалау және робототехника сабақтарын қызықты өткізеді. Жоғарыда аталған мамандықтардың барлығына мемлекеттік гранттар мен стипендиялар бөлінді. Биылғы жылы қабылдау емтихансыз қабылдаймыз. Құрметті талапкер, сізден тек қабылдау комиссиясына құжаттарды тапсыру қажет. Ең жақсысын таңдаңыз. Жоғары Қазақ гуманитарлық техникалық колледжін таңдаңыз.